headwear? Как называется этот головной убор? Бөрік. Börük. It's Kazakh name. It's very, very nice. It's always nice to see fighters come in here representing their country. What does that mean in your homeland? Очень красивый головной убор. Что он означает в нашей стране? Енді ұлттық бас киім қазақтардың әрдайым киіп жүрген. Мен кішкентай кезімде көп кигем, осындай өзімде бөрік болған. It's a national Kazakh hat, and when I was kid, I was wearing it all the time. Does it feel good to come in here and represent your country? Как ты чувствуешь себя хорошо, что ты представляешь здесь страну, свою страну? Әрине қуаныштымын. Осындай қазақтың бүткіл қазақ елінің осындай үлкен аренаға шыққан кезде мойныңа жүк көп алып шығасың, өйткені бүткіл 20 миллион қазақ саған үміт артып, қаршадай баласына дұға етіп отқаннан кейін барлығын өте жоғары деңгейде жасауға тырысамыз. Аллаға мыңда бір шүкір. Осындай мүмкіндіктерді қолданып және нәтиже шығарып атқаныма. Of course, I'm happy to represent my country. All the people, all 20 million people in Kazakhstan support me in my journey. Of course, I'm happy. Tonight, how do you feel about your performance? How did things go out there? Как ты думаешь, что ты доволен ли ты своим выступлением? Енді қателіктер әр кезде болады. Үйренетін зат көп. Век живи, век учись дейді ме орыстар. Сол сияқты үйренетін зат көп әлі. Сондықтан ары қарай дами береміз. Of course, I had a lot of mistakes. I need to learn more. So, as they say, like, as long as you live, as long as you learn. I know there's a couple of times where you took your back, but what particular mistakes are you feeling that you made out there? Как ты думаешь, какие именно ошибки ты сделал? Что тут можешь сказать? Енді толық бойды қайттан бір көру керек. Бұлай жаман емес деп ойлаймын. Барлық раундты алдым, барлық раундты доминировать еттім. Енді просто өз-өзіңді мақтай беретін болсаң, өспей қаласың ғой, сондықтан әрдайым қайрап отыру керек. Of course, I need to watch the fight, and I don't want to praise myself. That's why I'm all the time not satisfied with my performance. And I know after the fight you called out, it seemed like you're making a plea to Dana for not a top 15, not a top 10, but that you wanted a top 5 fight, and you called out Kai Kara-France. Why Kai Kara-France? Is it just because he's in the top 5? Ты вызвал не 115, не 110, а уже 105 Кай Кара-Франц. Почему именно он? Менің рекордым 20-2 дәл қазіргі уақытта бүгін, альхамдулилля. Сондықтан өзі айтып тұр деп ойлаймын. Көптеген мықты спортсмендермен шыққам, жақсы деңгейде өнер көрсетіп келе жатырмын, қанша жыл болды. Сондықтан менің деңгейім топ 5 деп түсінем. Мен керек 3 бойды жасадым. 3 бойды да толықтай шанс бермей ұттым деп айта аламын. Сондықтан сол затқа нацеленемін. My record is 22, and I'm very long time in this sport, and I was facing a lot of good fighters, and I know that my level is top 5. That's why I'm ready. And I know you're on a 16-fight win streak, I believe. What's been the key to your success? Has it been the wrestling, or what would you say has been the key to your success? У тебя сейчас уже серия побед, 16 серий. Какой у тебя был ключ к победе? Это все-таки это борьба, как ты считаешь? Ключ победе еңбек қой. Еңбек етесің, тер төгесің, жемісін көресің Алланың қалауымен. Сондықтан ешқандай талант, ешқандай бір аспаннан ештеңе беріліп жатқан жоқ. Барлығы адал еңбектің, Аллах тағаланың осындай берген мүмкіндіктерінің арқасында деп ойлаймын. Өзімнің жұмысыма толыққанды адалмын. Менің сондықтан да осындай деңгейдемін деп ойлаймын енді, альхамдулилля. Key to the victory is work, and of course everything is given by God, by Allah. And if you did get a fight with Kai Kara-France, how would you see that fight playing out? Как ты думаешь, с Кай Кара-Францем, как твой бой пройдет? Егер қабылдайтын болса, жақсылап дайындалып келеміз. Қылқындыруға, ұтуға тырысамыз. Енді өсетін жерлер көп. Ұту үшін бәрін жасаймыз ғой, иншалла. I will do everything for the victory, and I have a lot of work. I have a lot of things to work on. So you will see.
If they didn't give you Kai Car France, say they offered the winner of the main event tonight, would that be a fight that you would be interested in? Если тебе Кай Кара Франца не дадут, а дадут победителя сегодняшнего главного события, тебе подойдет такой соперник? No, Kai Kara France. Only top 5 Кай Кара Франца. Congrats on the victory.